Саламатсыздар ма? Бүгін фортепианода 10 қолымен қалай ойнайды, соны көрсетемін. Өткен сабақта көрсеткендей, міне бірінші нотаны тауып аламыз, до нотасын. Мынау міне бірінші октава. Мына жерде қара клавиша екеу. Мына жерде қара клавиша жоқ, мына жерде қара клавиша жоқ, екеу. Мына жерде үшеу, мына жерде екеу, мына жерде үшеу. Солай. Енді өткен сабақта сол қолмен ойнадық, осы сабақта оң қолмен ойнаймыз. Мына екеуін тауып аламыз. Мына екі қара клавиша тұрғаны сол жағында мына до болады. Ол жаққа мына бас бармақты қоямыз. До, ре, ми. Үш саусақпен ойнадық. Мына фаға келгенде, мына дәу бас бармақты былай жылжытып, фаға қоямыз. Фа, соль, ля, си, до. Енді кері ойнаймыз. До, си, ля, соль, фа дейміз да. Мына миға, мына саусақпен емес, мына үшінші саусақты қоямыз. Ми, ре, до, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа. Ұмытпаймыз, үшінші саусақ ми, ре, до. Болды, өстіп үйренеміз.